Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін бізде креативный код. Креативный код бойынша бізде сабақ уақытында программированияның неше түрлі жақтарынан қараймыз. Әр сабағымызда өте қызық тақырыптар, өте қызық проекттер жасадық. Қазірге дейін бізде вирустар, қазірге дейін антивирус, сайттар, оған дейін көп жұмыс атқардық. Бүгінгі біздің тақырыбымыз тоже жаман емес, ешқандай қиыншылығы жоқ. Кейбір жерлер түсініксіз болып жатса бетте сабақтың уақытында чатқа жазып сұрауды ұялмаңдар. Так, бүгін біздің тақырып деп айта бастаған алдында сендерден бүгінгі біздің рубрика «Угадайте сегодняшнюю тему». Бүгінгі тақырыпты табыңдар деген рубриканы бастайық. Микрофондарын қосамыз, қыздар, жігіттер. Айта қояйық. Бүгін біздің тақырыбымыз қандай болады екен? Орыс тобына қатысқандар айтуға болмайды. Микрофон қосамыз, сөйлейміз. Барсыңдар ма, жоқсыңдар ма? Арсен, Асқар, Бағдаулет, Ералы, Ерқанат, Нұрасыл, Нұрдаулет, Айкөрке, Ақелді, Айнияз. Подсказка. Сары дөңгелек. Подсказка. Қалай ойлайсыңдар? Ешкімде идея жоқ па? Стикер мысалы. Жоқ. Жауап тез табу ма? Ойын. Ойын дұрыс. Қандай ойын? Бүгінгі тақырып? Жоқ. Подсказка сары дөңгелек. Стикер. Жоқ. Жоқ. Креативный кодтың ойын істейтін ба? Қазір ойын істейміз. Бүгінгі біздің сары дөңгелек дегеніміз тақырыбымыз Пакман. Бүгінгі сабақтың уақытында бүгін біз Пакман ойынын өзіміз қолдан жасап көреміз. Питон тілін арқылы қиын ештеңесіз осы ойынды жасап көреміз. Бұрын сонда осы ойында ойнап көргендер бар ма? Иә. Өте қызық ойындардың бірі осы. Мен ішіп қандай Google-ға жазамын ғой, типа фишки Google деп. Сол осындай біреу Пакман болды да, сол ойнағанмын. Осыны бүгін өзіміз қолдан жасап көреміз. Хорошо. Бүгінгі ойынды осылай қалай жасау қажеттігін біз Visual Studio Code қажет болады. Қыздар, жігіттер, егерде Visual Studio Code болмаса, оны жазып алу әлбетте керек. Ескертейін, біздің сабақтар бәрі записывается, то есть қазір деген видеоға түсіріліп жатыр. Егерде қазір үлгермей ештеңке просто қарап отырыңдар, қызық сұрақтар болса қойыңдар. Әр видеомыз біздің телеграм каналда болады, ссылкамыз осының ішінде барлығы алып қарауға болады. Хорошо. Бұл скачать етуге арналған Visual Studio Code и қасына Python қажет болады, потому что бүгінгі тіліміз Python. Хорошо. Жалғастырайық. Visual Studio Code'ды ашамыз. Оған дейін сендерде папка дайын тұру керек. Мені папка ашып қою қажет. Рабочий столда файл деген басамыз. Open folder. И рабочий стол деген ішінен жаңағы дайын тұрған папканың ішін таңдаймыз да, ішіне жаңа папкасы деп, жаңа проект. Проекттің атын Pacman Kaz деп қояйық.
ішіне давайте Pacman деген ат иелеп қояйық. И осының ішіне уже кодты жаза бастау қажет. Кодты жаза бастайық. Кодты бастаған кезде бізде әлбетте import pygame деген нені бастаймыз. Пакетін скачиваем, потом import sys, потом import random дегенді қолданамыз. Tile деген переменный жасаймыз да, 32 деген мағына білдіріңіз. И map деген переменный жасаймыз. Соның ішінде ол массив болады. Массив үлкен болады, сондықтан да ішіне осындай дайын тұрған ойынның картасы болады. Бұл карта болады, осы картаның ішінде ойнаймыз. Келесі переменный rows, который бізде жаңағы маптың несін алады, ұзындығын calls, ол енді width жасаймыз, ұзындығын жасаймыз. Потом скриннің өзін жасау қажет болады, ол pygame display арқылы қолданамыз. Так. Атын Pacman деп қоямыз жаңағы ойынымыздың. Clock дегенді қосамыз, уақыт қосу үшін. Потому что әр уақытқа байланысты қатты жүреді, соған байланысты қарастырамыз. Келесі фонт келтіреміз. Фонт дегеніміз шрифт, сол шрифтқа келтіреміз. Так, енді цветтарын дайындайық. Цвет сперва black. White. Yellow. Blue. Red. Керемет. Келесі ойынның координаталық жүйесін келтіреміз. Ол player X дегенге бірінші қоямыз, и player Y-қа тоже бір деп қоямыз. Ол біздің бастапқы біздің ойыншымыз қаяқта тұратынын көрсетеді. Келесі score деген переменні қосамыз. Drawmap арқылы функция келтіреміз. Функцияны бізде осылай жазылады, ешқандай финиш ештеңесі жоқ, қайталап жазуға болады. Бірақ оның drawmap алдында бізде самый важный нәрсе ұмытып кетіппіз. Ол бізде функция canMove жүре ала ма? Соған байланысты қарастырылады. Керемет, келесі. canMove'тан кейін, drawmap'тан кейін игровой циклды жасауға қажет болады. Игровой цикл бізде функциясыз, давайте жасайық. True, while running бесконечно функциясы арқылы clock tick жасаймыз. Clock tick бізде 10 секундтелік, потом pygame event. И ивентқа байланысты уже сұрақ қоямыз. Егер де event, pygame quit, sys event type кейін дайын. Так, управлениесін келтірдік. Управление ол бізде көріп тұрғандай осы жерде. Егер де біз кнопка up, down соған байланысты қойсақ, ол қаяққа жүретін бәрі көрсетіп отырады. Мысалы, ол қалай жұмыс істейді? Координаталық жүйе кім 7-ші сыныпта оқиды, өздері білесіңдер. Координаталық жүйе деген бар, X пен Y. Давайте тіке жасайық. Y бізде, X. Жаңағы көріндір о, мен сендерге player X, player Y дедім. Мысалға айтқанда бізде осындай карта бар. Осы картаның ішінде, мысалы, менде Pacman мында орналасқан дегелік. Ол бізде, мысалы,
былай оңға жүрді, ол жүре алады осы карттың ішінде. Бірақ ол қалай жүре алады, оны компьютер қалай түсінеді? Мысалға айтқан кезде, бізде мына игрок бойынша бұл жерде Pacman үшінші координатада, X бойынша үшінші координатада тұр. То есть бізде координаталық жүйе бойынша 3 дегенге ие Pacman. Pacman бірақ келеді, былай өзгереді. Енді ол X өзгерді. Ол енді, то есть мен жақта -3, -2. Қазір енді -3. Қазір Pacmanның орналасқан жері -2, 3. То есть ол не істеді? +1 жасады. Сонда, мына қараймыз. Егерде менде кнопка, мысалы, оңға жүрсе, ол +1 жасайды деген неге ие. Егерде ол солға жасаса, ондан солға -1 жасайды. Жоғарға көтерсе, плеер Y бойынша есептелінеді. Y бойынша, не бойынша, K бойынша тоже Y бойынша. Жоғарға төмен тоже Y бойынша. То есть Y дегеніміз, мынау, жоғарға төмен осыған байланысты мынау өзгереді деген сөз. Түсінікті ме? Егерде түсініксіз болса, айтыңдар. Так. Движение игрока келтірдік. Келесі сбор точки. Егерде плеер жетсе, онда очко қосылады деген сөз. 1 очко қосылады. Хорошо. Келесі. Движение врага. Так, бізде враг қалай жүреді? Есептейік. X, Y болады. Enemy. X, enemy, Y. Бізде enemy, X, enemy, Y қоспаппыз ғой, біз ұмытып кеттік қой. Қосайық. Так, біз мына скордан кейін enemy'ді қосуға ұмытып кеттікпіз. Enemy, ол бізде враг деген сөз. То есть қарсыласымыз. Қарсыласымыз бізде Хорошо. Так, енді мына жақта соған орай келтіреміз. Так, direction қаяққа қарайтын келтіреміз. Егерде canmove X, Y болса, ол сай келеді. И осылай келтіреміз. Керемет. Келесі, егерде бізге, мысалы, монстр тисе не болады? Ол тисе, онда running false ойынымыз аяқталады деген неге ие болады. Потом draw map отрисовкасын жасаймыз. By game draw circle. Текстті келтіреміз. Screen bleed. By game display flip. Update жасайық. Так, енді оның егерде бізде монстр бізге тисе, онда бізде ойын аяқталады. Оны аяқтаған кезде bleed game размерін и тоқталуын келтіреміз.
Все. То есть жаңағы егерде не болса, бізге монстр тисе, онда ойын тоқтап қалады резко, и сонда game over деген сөз шығады, и барлығы тоқтайды да сөнеді. Енді ойынымызды қосып қарайық. Жасай ма, жасамай ма? Көрейік. Сосын қазір қайттан толыққанды түсіндіріп шығамын. Так, ошибка баяғы. Оны тинаша жазып. Бұны решать ету үшін, бұны шығару үшін өте оңай жол бар. Осында искусственный интеллект қосылып тұр. Соны қолданып істеп көрейік. Мына оң жақта бұл кнопка арқылы шығады. Мына соны ашамыз да, и ішіне мысалы ошибканы алайық и жазайық. Потом ол деген keep и ondo дегенге келтіріп береді. Ошибканы табуға. Так, ошибка менің ойымша что-то басқа жерде. Менің ойымша жоғарыда бір ошибка. Біз гейм-инит жасамаған сияқтымыз. Да. Все. Қарайық. Жаңа инициализация жасамадық. Бірінші сабақта да дәл осындай ошибка болған. Ойбу. Ұтылып қалдық. Так. Тағы да қозғалу керек. Так. Ол негізі болмайды, ошибка бұл. Қызыл деп жүріп жатыр. Теперь сұрайық. Жаңағы ошибка шешілу керек. Потому что жасалынған кезде арчағы боялып жатыр. При работе и движении игрока и врага она отрисовка прошлого кадра остается. Так, біздегі отрисовка дұрыс емес жасалып тұр, соның кесірі былай жасалып тұр. Негізі ойын жасаған кезде былай жасалынады, қараңдар. Бізде ойыншы бар, и ойыншы мысалы ол кадрмен жұмыс істейді. FPS не екенін білесіңдер ғой, кадровая система. Сол кадр система 1, 2, 3, екінші кадр, үшінші кадр деп бөлінеді. Ал осы кадрлар жасалынған кезде әр кадр артындағы кадрды удалить ете отыру керек. То есть сонда ол бізде андай движение келтіреді, осындай. Но арттағын удалить етілсе, ол ондай көрмейді. То есть ол змейка сияқты ұзарып атқан сияқты болады. Ол қате. Сондықтан да бұл логиканы дейміз. Мына жақта draw map жасаған кезде қате жасап қойғанбыз. Все. Все, болды, дайын. Бізде пакман дайын. Ау. Да, болады қазір. Осылай ойналды. Все, керемет. Давайте бір түсіндіріп шығам, сосын фотоға түсіруге берем. Бастапқыда біз тағы да айтып келе, біз пакеттарды скачать етеміз, то есть олар жазып аламыз. Потом tile деген ол бізде плита. Бұл әр плита бойынша бізде не жасалынады? Карта жасалынады. Бұл несі арқылы? Бұл мап арқылы. Келесі row, lens, call, lens, width, height арқылы жұмыс істеуде бізде оның размерлары келтіреді, то есть ойынымыздың. И дальше біздің инициализация жүреді. Инициализация бойынша бізде ойынымыз өзі жасалына бастайды. То есть создаем, то есть оны жасаймыз. Басқа окно ретінде. Потом цветтарды келтіреміз. Бұл цветтардың кодтары сол бойынша жаттауға болады. Өте қызық тақырып тоже осы цветтарды жаттау. Player X, Player Y деген тоже не. Тоже керек нәрселер, себебі олар координаты, жаңағы айтқан ойыншы қайда тұрған көрсететін жер.
Skor bizde жанагы очки, enemy x y биздин враг каякта турганы и сол боюнча калай каякка өзгөретинин көрсөтөт. Can move деген bizde бул функция, чтобы козгалама, козгалмайма сону эсептейтин функция. То есть каякка барган кезде козгалууга болот, каякта бармаган кезде болбойт деген сыяктуу функциянын бири. Drawmap жумушу тоже өтө маңыздуу булардын бири. Enumerate жасалынат. Бул bizde drawmap жана картамызды жасау дегенге логика мындай: цикл, эки цикл x y жанагы map боюнча өтүп чыгат и каждый биздин решетка ол бизде стенага тең и стенаны жасайт да, сосын анын ичиндеги бос орундарды бизге жасап берет. В целом эч кандай кыйын эчтеке жок, сол боюнча өтөт и жасалынат. Эки цикл өтөт, сурак коюлат: бул деген эмне, и сонун баары жасалынат. Circle и так далее. Дальше running, эгерде биздин оюнубуз косулуба, бул флажок сол косулган. И эгерде бизде оюнубуз жүрө келе токтоп калса, ол калай токтойт? Флажок false кайнаган кезде, false. Running false кайнаган кезде бизде оюн токтойт дейм. Менде катып атырмы? Башкаларда тоже? Расул, анда сенде өзүңдө. Так, келесі келтіре, то есть қай жерде тоқтадым? Clock tick 10 секунд бойынша келтіреді, задний фон цвет келтіреді. Циклдың ішінде бізде сұрақ қойылады. Егерде бізде ивент жанағы қозғалыс болған кезде, action болған кезде, ол монстрға тисе, ол ойыннан шығады деген сияқты логика келтіретінде ивенттарды қарастырады. То есть ол сөндіреді деген сияқты. Келесі бізде оның қозғалысы қалай келтірілетінін өздерің айтқан, жаңа айтқандай, солға бір қосады, оңға бір қоса, бір азайтады, сол сияқты мына жерде жазылып тұр. Каждый координата өзгерісі. Келесі, егерде бізде map player y, player x бойынша score плюс 1, бізде игрок есебі қарайды. Қаяққа тұр, и бұл жақта не алынады? Қалай айтады? Очки. То есть жана жеген кезде бір очко қосылады деген сияқты келтірілген осы жер. Келесі біз enemy, жанағы монстрды келтіру қызыл цветке, сосын оның қозғалысын қарастыру. Егерде қарастырған кезде ол белгілі бір жерге өзі жүреді, рандом ретінде. Егерде player x тисе оған, онда ойын бітіп қалады и бізде ойын аяқталады. Отрисовка жасалынады, ойын басталынады и осылай бізде толыққан жасалынады. Астында ең соңына game over деген сөз шығаратындай кодқа ие боламыз. Осылай бізде толыққанды ойын жасалынды. Керемет. Қызық тақырып болды. Фотоға түсіріп алуға рұқсат. Бірінші строкадан 45 строкаға дейін. 45 строка ғана, иә? Жоқ, төменде бар әлі. Фотоға түсіріп алыңдар, күтіп отырмын. Так, 45 строкадан енді төменге. 47-ден 88-ге дейін.
Mikrofon öchür. Астыга түшүрөсүзбү? Ya. Болду. Tamam, foto atırdındır mı? Sıraqtar bak. Жоқ, түсіріп аламын қазір. Ең соңғысы. Tamam, sıraqtar var mı? Kızlar, jigitler. Ағай, анау ұтылып қалады ғой, анау неді. Сол пакмен, сол ең соңында очки беретін жер қай көрді еді? Қай жерде тұр? Так, естілмей қалды. Еще раз. Анау ұтылып қалады пакмен. Иә. Сол кезде, сол қай жерде тұрады? Анау очко еді. Мысалы, жаңа 30 очко бар, сол кезде қай жерде код? Коды mı? Коды mı? Иә. Міне скор. Ал есептейді, ол мына жақта. И мына жақта көрсетеді. Так. Тағы да сұрақтар бар ма? Түсінікті ме бәрі? Қатты қиын ештеңесі жоқ, жай ғана қайталау қажет, болды. Қалғандарында. Так, жақсы онда. Бүгінге онда осы, кіргендеріңе рахмет. Келесі сабақта бізде одан да жақсы тақырыптар болады. Сұрақтар болса сол кезде қоярсыңдар. Сау болыңдар, келесі кездескенше.